Бәріне сәлем. Бүгін менде жарыс Марагидан. Сондықтан мен Амежук облысына бара жатырмын. Сағат таңғы 10. Алдында ғана осында келіп едім, сәттен келем деп ойламадым. Вообще Амежук облысында. Мен мұнда қайтадан тамаша едім. Мен осындай тамақ алдым. Бұл чикен. Фримен. 8500 вон. Мараги осындай жерде өтеді. Қорқынышты. Өйткені біз микрофонмен көп адамдардың көзінше айтамыз. 디아나라고 합니다. 지금부터 내가 가고 싶은 도시에 대해서 발표하겠습니다. 저는 작년 9월 1일에 한국에 왔습니다. 가까운 서울특별시, 남양주시, 논해시에 가본 적이 있습니다. 저는 먼 도시에 가본 적이 없어서 제주도에 가고 싶습니다. 제주도는 한국 최고의 관광지입니다. 제주도는 경치가 아름답고 구경거리가 많습니다. 제주도 옆에 해변이 있어서 맛있는 해산물을 먹어볼 수 있습니다. 그것이 가족, 친구, 여행과 가면 좋습니다. 그래서 저는 혼자 가고 싶지 않습니다. 거기에서는 다른 생각을 잊어버릴 수 있어서 좋은 주말을 보낼 수 있는 것 같습니다. 또 부산에 가고 싶습니다. 거기에서 여행할 수 있는 곳들이 많은데 특별히 가고 싶은 곳은 여름 축제입니다. 거기에서는 물건을 보면서 좋은 음악을 들으면 좋을 것 같습니다. 저는 좀비가 있는 영화를 좋아해서 부산행 영화가 기억에 남습니다. 저도 그 영화처럼 기차를 타면서 부산에 간다면 재밌을 것 같습니다. 여기까지 제 발표를 들어주셔서 감사합니다. Шок история деп па. Мен орын алдым. Өзім шоктамын негізі, өйткені анда факультетте оқитын балалар және де 5-6 уровень оқитын балалар болды. Мен өзім 2000 бітіргенмен десе, бірақ білмеймін неге шыққанда бәрін тоқтамай жақсы айтып бердім деп ойлаймын. Вот. И короче ұттым 200 мың вон. Вообще, мен атжан шығады. Мен такая, что мен ба шығам? И такая бәрі үндемейді, что-то бірінке айтады. Я такая обратно пошла тогда. И маған айтады, шығыңдар. Я такая, ладно, шығам. И басында мен берді, сонда мен ойладым, что қатысқан үшін беретін сертификат деп. Ішін ашам. Оказывается, это келтіппін. Өзім шоктам, еще жаңбыр құйып тұр, бірақ ол ақшаны ала алмадым. Біз короче толтырдық, анда и анда счет банковский керек, а мен 17-темін. Маған бермейді ешкім счет мұнда. Корейский картадан. Иностранный карта келмейді. Не қылды менді? Конечно же, ана кісі айтты, чтобы какой-то способ іздейді енді. Бірақ білмеймін енді. Короче, бердім де, ладно, кеттім. Не болса да ақшамды енді алып болмайды ғой. Университет қой все-таки. Вот. Сондықтан жақсы намерениемен бара жатырмын. Вообще шок болдым, реально. Мен жақ қатысу үшін келгенмін, опыт үшін. И прикинь, ұтып кеттім. Мен еще последний момент, когда заявка тастау керек болғанда, сағат 5-6-да тастау керек болды ма? Сонда 4-те ма, 5-те ма бастадым. Жоқ, 4-те бастадым. 4-те бастадым жасауға. Жасап болдым да, 5:30-ға қарай жібердім. Вот, соны жаттап алдым, чуть-чуть қостым. И уверенно айттым, и ұтып кеттім. Мен вообще шок болдым, вообще шок. Әлі шоктамын, реально. Сондықтан всегда, қандай орын болмаса да, не болмаса да, всегда участвовать ету керек. Соны түсіндім. И еще 19 жас болу керек.
аты картасы калы кыйын. Маған еще университет біз артық төлеп қойдық та оны да қайтару керек, бірақ онда тоже менде карта жоқ әлі. 18 жасымды күтіп отырмын, надеюсь 18 жасымда маған счет ашып береді. Ай, қиын болды реально. Өте қиын. Надеюсь, ашып береді. Будем держать кулачки. Қазір енді не істейтінін білмеймін. Отметить етейін ба или үйге қайтайын ба? Бәрі дәл жаңбырлы ғой. Осындай кофе тәліпке латтау отмечайте.